Жігіттерін тестіклеп сүйдім. Алынан жалап бердім, сучка мен. Бля, жылдар өткен сайын займ бағана қазақша репсіге төмендеп бараттыр ма дедім. Ассалаумағалейкум достар, сендермен тағы да мен, яғни Қара Саунд арнасы. Мына жігіттердің не иіскеп, не шеккенін білмеймін, бірақ қазақ киелі деп санайтын сахнада келген халыққа, яғни тыңдармандарыңа бұлай деп айту нағыз тәрбиесіздік деп ойлаймын. Қазақша, орысша рэпті, яғни мәңгүрт рэпті дәріптеп жүрген бұл жігіттердің әрекеті Қаракесек, Райым, Тұрар сияқты сахна мәдениетін сақтай алатын жігіттерге де кесірін тигізуі мүмкін. Себебі қазіргі әндердің бәрін рэп деп есептейтін үлкен буын «Ош, рэпің осы ма?» дейтіні айдан анық. Яғни осыны көрген үлкен буын осы орындаушылармен бір қатарда жүрген адамдарды да осындай деп ойлайды. Яғни бір қарын майды, бір түйір құмалақ шірітеді деген осы. Кисло-сладкий мен Нурик Смитті қоя тұрайық. Кислоның аудиториясы шала қазақтар мен наркомандар, Нуриктікі жас өспірімдер мен мектеп оқушылары. Ал кеше бүкіл ғаламторды шулатқан Иканың тыңдармандар ше? Әрине, Иканың аудиториясы бұлардан әлдеқайда үлкен. Оның үстіне балуан шолақтай атамыздың атына берілген жерде концерт қойды. Сахнаға көк туды терін сүртуге алып шыққан сүлгі сияқты ұстаған Шиза оны қаншама рет жерге құлатты. Көрермендерге лақтырам деп есіргенде сен ешкім тоқтата алмайды деп марка көтіне жел беріп тұрды. Ұлты орыс болса да нағыз қазақтардың миы жетпеген нәрсеге сол жердегі жалғыз орыс Илюханың миы жетіп тұрды. Яғни туды ұйымдастырушыларға беруін сұрады. Кезінде Төреғалидың бір кісіге ұнамаса шығып кет дегені ойнамай қалды. Осы жайлы өнерде жүрген Нұрлан Албан ағамыз өз ойын айтып кетті. Ендеше тыңдайық. Дәл қазір менің миыма қан құйылайын деп отыр. Жалғыз менің ғаным емес, есі бар бала тәрбиелеп отырған әрбір қазақтың шаңырағындағы ата-ананың менен үлкен өнерде жүрген, басқа да қызмет саласында, басқа мамандықта жүрген есі бар пенденің қан қарайып отырғаны бәрімізге бесенен белгілі. Өйткені осы бүгін ғана мына бүкіл әлеуметтік желіден жайлап алған ана бір біздің мақтабастар, бұзаубастар. Біз тумай туа шөккірлер, қазақтың жігіттері деп айтады. Ана Ирина Қайратовна дегеннің концертіне барып, ана Шиза деген қазақ болмай кетсен, атсаң атып жібер. Қанша жұлдыз болсаң да, аспаннан аяғың салбырап түссе де, сен адам емес екенсің, хайуан екенсің. Айтуға, олардың не деп айтқанын айтуға аузым бармайды. Біз бала тәрбиелеп отырып, сол баланы қайтсек біз қазақландырамыз, қайтсек соған ұлттық рухты сіңіреміз, қайтсек соның тәрбиесімен айналысамыз деп жатқанда, олардың көрсетіп жатқан үлесі мынау ма? Үлгісі осы ма? Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді. Көз көруге, құлақ естуге жаратылғаннан кейін, Құдай тағала солай жаратқаннан кейін көреді екенсің бәрін. Маған тоқтаусылатын құзырлы органдардан, жоғарғы шенеуніктерден, министрліктен тоқтату салатын адам бар ма мынаған? Мыналардың құйрығын кесіп құнтыйтып, құлағын кесіп шынтыйтып, ортадан аластау керек. Тіпті қолына микрофон бермей, сахнаға жолатпайтындай жасау керек. Мынаған не дейсіздер ағайын? Бір жауап беретін біреу бар ма? Сіз не дейсіз, қымбатты көрермен? Баланың тәрбиесін біз осылай тәрбие береміз ба? Олардың айтып жатқан рэп дей ма, кью-поп дей ма? Біз қайткен күнде баланың бойына қазақтың халық әні мен халық композиторларының әндерін қайтып сіңіреміз деп жүргенде, мыналардың жасап жатқан тірлігін көрдіңіз бе? Көк туымызды умаждап сахнаға алып шыққан тірлікті көрдіңіз бе? Айтып жатқан боғауыз сөздері, тіпті біз сол сөзді айтуға ұяламыз. Сіз бұған не дейсіз? Кім жауап береді? Маған жауап беріңізші. Кім көмектесе алады бізге? Біз шарасыз күйде бүгін күні күй кешіп отырмыз. Әрине, Нұрлан ағамыздың айтқан сөздері жаныңа қатты батады екен. Не болса да бауырлар, таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Аман болайық. Қош сау болыңыздар. Таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.